Қайырлы кеш, қымбатты достар. Сіздермен бірге Кітаптар әлемі жобасы, мен Салтанат Әбдіғали. Бүгін сіздердің назарларыңызға Әділбек Исламбектің Оқырман әліпбиі кітабынан жылдам оқу жайлы мәліметтерді ұсынамыз. Жылдам оқу ол әдеттегіге қарағанда тезірек оқу емес. Жылдам оқу оқығанды түсіну, есте сақтау. Оқырманның 90% жылдам оқу мен асығып оқуды шатастырады. Асығып оқу кітапты асығыс-үсігіс мәніне бойламай оқу. Ал жылдам оқу кітаптың мәнін тезірек түсінуге мүмкіндік беретін дағды. Нейробиологтардың зерттеуінше, адам неғұрлым кітапты жылдам оқыса, соғұрлым ол адамның түйсігі және ойлау қабілеті жоғарылайтынын дәлелдеді. Қарапайым оқырман кітап бетіне қарағанда 10 әріпті, кейбіреулер 2-3 сөзді ғана көреді. Жылдам оқитын оқырманның мүмкіндіктері жоғары. Ол кітапқа бір қарағанда 8 немесе 15 сөзді бірден көре алады. Ақырын оқу барысында адамдар кітапта жазылған дүниенің тек 20%-ын ғана түсінеді. Ал жылдам оқу керісінше туындының 90%-ын түсінуге мүмкіндік береді. Жылдамдыққа сай ақпарат тез қабылданып, тез сіңеді. Жылдам оқу жайлы деректер. ақш-та жұмысқа тұру үшін түйіндемеге оқу жылдамдығын жазады. Жұмысқа қабылдаушы адам оқу жылдамдығын да ескереді. Қалыпты оқуға қарағанда жылдам оқу кезінде ақпарат көбірек есте қалады. Әлемнің үздік университеттерінде жылдам оқудан арнайы дәрістер өткізіледі. Жылдам оқу барысында ми жұмысы 21 есеге жақсарады. Жылдам оқу көзге пайдалы. Жылдам оқығаннан гөрі асықпай оқығанда көз тез талады. Кітапты жылдам оқығанда ойың шашыраңқы болмайды. Бар зейінің тек мәтінде болады. Жылдам оқитын оқырман кітапқа бір қарағанда 8-15 сөз көре алады. Адамдардың көпшілігі орташа жылдамдықта минутына 200-250 сөз оқиды. Бұл кітаптың 2 бетін құрайды. Жылдам оқуға кедергі әдеттер. Дауыстап оқымаңыз. Оқу жылдамдығын баяулататын фактордың бірі сөздерді дауыстап оқу. Кітапты дауыстап оқысаңыз 280-300 сөзден аса алмайсыз. Дауыстап оқу арқылы кітаптағы ақпараттың 20%-ын ғана түсінесіз. Дауыстап оқу әдетін доғарып, көзбен оқуды бастаңыз. Әдетке айналдырыңыз. Жаттығу жасай келе, дауыстап оқудың аса қажет емес екенін байқайсыз. Дауыстап оқығанға қарағанда, көзбен оқығанда 10 есе жылдам оқи бастайсыз. Қайталап оқуды доғарыңыз. Оқып кеткен жолдарға қайтадан көз жүгірту оқу процесін баяулатады. Мұндай жағдай кітаптың әр бетінде болып тұрады. Мысалы, көзіңіз кітапта, ал ойыңыз басқа жақты кезіп жүр. Таныш жағдай, иә? Сол сияқты қайталап оқып отырмас үшін жаттығу керек. Кез келген шағын мақаладағы сөздерді қайта оқымай, үзбей оқып шығыңыз. Біраз шыңдалып алған соң, көлемді кітаптарға көшіңіз. Бұл әдеттен қарандаштың көмегімен арылуға болады. Қарандашты жол бойымен жүргізіп отыру керек. Сонда көз қарандаштың ізімен қозғалып, оқылған сөйлемдерге қайтып оралмайды. Қарандашты сіздің оқу жылдамдығыңыздан жылдамырақ жүргізген абзал. Жүргізілген зерттеулер мен тәжірибе нәтижесінде қайта оқылған ақпарат кітаптың мазмұнына әсер етпейтіні белгілі болды. Оны оқымай өткен оқырман еш нәрсе жоғалтпайды. Себебі әр оқылған ақпарат адам миының түп санасында сақталады. Ішкі дауыспен оқымаңыз. Ішкі дауыс сізден ешбір дауыс шықпайды, бірақ оймен дауыстап оқисыз. Мәтінді оқығанда оны іштей оқуды ұмыту керек. Бұл әдет сізге мектеп кезінде, енді оқып үйреніп жатқанда қалыптасты. Көп оқырманда оқып жатқан мәтінді іштей қайталау әдеті бар. Сөзді ойда айтуды субвокализация дейді.
және ол оқу жылдамдығын қатты тежейді. Ішкі дауыс болмаса, кітапты оқымай жатқан секілдісіз. Оның жылдамдығы әдетте кәдімгі сөйлегендігіміздің жылдамдығымен бірдей. Ішкі дауыстан арылудың ең тиімді тәсілі кітапты көзбен оқу. Көзбен оқу алғашында қиындық тудырады. Жаттыға келе үйренесіз. Көзбен оқуды алғашында тілі жеңіл кітаптан бастаған жөн. Мәліметтер Әділбек Исламбектің «Оқырман әліпбиі» кітабынан алынды. Қымбатты кітап сүйер қауым, сіздерге жылдам оқу жайлы деректерді ұсынған Кітаптар әлемі жобасының жетекшісі Салтанат Әбдіғали.